Қазақстан зайырлы ел. Зайырлылық дінсіздікті білдірмейді. Мұсылманы көп елдің діни ахуалын мемлекет реттейді, қадағалайды. Еркіне жіберсе, кері ағынға ілесіп, елдің бір тұтастығына қауіп төндіретінін уақыт дәлелдеді. Оларды жөнге келтіретін имамдарымыз барынша жұмыс істеп ақ жатыр. 90-шы жылдардағы имамдарымыздың дені бірнеше айлық курсты ғана оқыған, аса білімдемесе. Советтік кезеңде тіптен сорақы болды. Сол кезде молданың айтқанын істе, істегенін істеме деген мақал шықты. Бұрынғы түсініктегі молданы иманды имамға айналдыру үшін көп уақыт керек. Жақында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы үздік зияткер имам деген атаумен тұжырымдама қабылдады. Діни басқарманың қазіргі күндегі негізгі міндеттерінің бірі заман талабына сай кадрлар дайындау. Үздік зияткер имам тұжырымдамасы дін қызметкерлерінің білімі мен беделін арттыру бағытындағы бірегей қадам. Тұжырымдамада дін қызметкерлерінің, яғни бас имам, наиб имам, ұстаз, молда, азаншылардың лауазымдық міндеті мен мәртебесі айқындалды. Бұдан былай дін мамандары жоғары лауазымды қызметтерге кезең-кезеңмен сатылап тағайындалатын болады. 21 ғасырдың үздік зияткер имам атты құжаттың басты мақсаты 21 ғасырдың имамдарын заман талабына сай жан-жақты білімді, білікті, зайырлылық принциптерді ұстану жағынан басқа жамағатқа үлгі ету. Үлкен құжат тұжырымдама барлық имамдарға таратылды. Алматы қаласындағы имамдардың басын қосып, қалалық дін істері басқармасымен бірлесіп, дәріс кеңесте өткізіліп келеді. Кері ағынға ілесіп адасып кеткен азаматтардың әрқайсысымен жеке-жеке жұмыс істеу басталды. Яғни олармен тығыз байланыста болу арқылы, онымен достасу, онымен жақсы қарым-қатынас жасап, тіпті спорттық ойындар болсын, тіпті мәдени шаралар болсын, соларға да бірге тартып, олармен яғни жақын етене араласып, оның жалпы жүрген жаңағы жолының қате екендігін өзіне түсіндіру бағытында имамдарымыз арнайы жұмыс жасап жатыр. Соның нәтижесінде өткен 2016 жылы 134 теріс ағымда жүрген бауырларымыз қатарымызға қостық. Бұл үлкен нәтиже. Бір адамды қайтарудың өзіне қаншама уақыт жұмсайсыз. Имамдардың көзге көрінбейтін жұмыстарының бірі осы. Биылғы алғашқы жарты жылдықта 60-ға жуық азаматты қатарымызға қосқан. Демек, істің нәтижесі бар. Адасып кеткен бауырларымызбен қатар біз жалпы жамағатпен де жұмыс күшейтіп отырмыз. Неге десеңіз, жамағат солардың соңына келесіп кетпеу үшін имамдарымыз оларға дұрыс жолды бағытты көрсету керек. Сол бағытта біз имамдарымыз күнделікті барлық мешіттерде ақшам мен құптан намазының араларында уағыз айтып, жалпы ислам деген не, дінімізге қалай біз үйрене аламыз, немесе қағидаттары қандай деген сияқты осы бір шарттарының барлығын біз қазір мешіттерімізде дәріс ретінде жүргізіп жатырмыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Алматы қаласы дін істері басқармасының қолдауымен шаңырақ діни кеңес беру, алдын алу және оңалту орталығы 2016 жылдың күзінде құрылды. Заңгер, психолог, теолог мамандар жұмыс істейді. Кері ағынға кеткендерді оралту және жібермес үшін дәріс кеңес, бас қосулар ұйымдастырады. Орталықтың 3 бөлімшесі бар: Жайлы, Иманигүл, Бекетата, Алмалы, Медеу, Алатау аудандарында. Филиалдарда 4 клуб бар: рухани ағарту, әйелдер жамағаты, теологтар және салт дәстүрге байланысты клубтар. Неше күндер кетеді, неше түндер кетеді. Сонымен отырып, бауырын тыңдап көр деп, бірінші сабырлық керек бұған. Үлкен сабырлық керек. Сонан кейін терең ой керек, білім керек. Осының бәрін көрсетіп білген кезде, жаңағы азасатын бауырларымыз ойға кетеді де, мен шынымен адасып отырған шығармын деп, ой кеткеннен кейін барып қайта бастайды. Оғанға дейін жоқ, менікі дұрыс деп отырмайды. Өзгені мойындамау көбінесе салафилік бағыттағы ағымдарға тән. Олар өзі өніп өскен қоғамда қателіктер көп деп санайды, және ол үшін өздерін тазартуға бейімдейді. Ал бұл үшін ең бастысы ол қоғамнан оқшаулану. Оқшауланған адам өзінің бағытын анықтау барысында көптеген жеке ізденістерге түседі. Алайда ол өзінің көзқарасын қуаттау үшін оған сәйкес болған бір тәлімгер сайлайды.
Осындай жағдайға түскен кез келген адам ақылдың емес, белгісіз бір тәлімгердің жетегінде кетері сөзсіз. Нәтижесінде ол өз тәлімгерінен өзгені тыңдамайды және ешбір ғалымды мойындаудан бас тартады. Сөйтіп, салафизм идеологиясын құптайтын қоғамнан оқшауланған бір топ мұсылмандар бірігіп жұмыс жасай бастайды. Мұндай топтағы адамдар өздерінің ұстанымдарын өзгеден дұрыс көріп, бойларында тәкаппарлық, менсінбеушілік мінездері қалыптасады. Дін мәселесінде олармен тартысқа түскен кез келген адамның көзқарасы олар үшін жат, әрі ешкімді қабылдамайтындай дәрежеге жетеді. Сондай-ақ осындай топтағы адамдардың әрекеттері төмендегідей өзгеріске түседі. Олар қоғамда болып жатқан кез келген жағдайларды дінмен байланыстырып, олар үшін барлығы бидағат, дінге енгізілген жаңалық болып шығады. Олар қашанда ақиқаттан гөрі өздерінің көзқарастарын жоғары қояды. Олар мұсылмандардың өмірін тарылтады да харам мәселелердің ауқымын кеңейтеді. Олар басқа діни ғұламаларды мойындамайды және өздерінің түсінік шеңберлерінде ғана діни мәселелерді талқылайды. Олар ең алғашқы салафизм идеологиясын насихаттаған тәлімгерлерге еліктейді және солардың айтуы бойынша жүреді. Олармен санаспағандарға қарсы және оларға қарсы тез үкім шығарады. Адасқан экстремистік ұйымдардың қиялына сенген қанша қазақ отбасы ұлы мен қызынан айырылды. Қаншасы Сирияға соғысқа аттанды. Олардың мақсаты бірлігі жарасқан қазақ қоғамын мұсылмандар мен кәпірлерге бөліп, елдің құтын қашыру. Тіпті керек болса қолға қару ұстап, билік жүйесіне қарсы шығу. Елдің жағасын ұстатқан аймақтарда орын алған жарылыстар осының дәлелі. Қарап отырсаңыз, адасқан топтарды мынандай ортақ сипатпен көрсетуге болады. Тек өздері ғана хақ жолында, басқалары адасқан. Өздерінің көсемдерін ғана, тақсыр, шейхтарды тыңдау керек. Өздерімен пікірлес азаматтар туған бауырларынан жақын тұрады. Басқалардың пікірімен санаспау. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы имамдарын мойындамау. Мемлекет саясатына қарсы пікір тудыру. Өздерін оппозиция іспетті етіп көрсету. Дін жанашыры болып көрініп, қатарларына адамдар тарту. Және тағы да басқа құйтырқы әрекеттер. Психологтардың бағамынша, діни ағым арбауынан айығу үшін бір адамға кем дегенде 2 жыл қажет екен. Онда да бөтен ілімге әлі терең бойламағандар үшін. Ал сана сезіміне билік жүргізуден айырылғандар сол пір тұтқан жамағаттың құлына айналды дей беріңіз. Бірақ психологтар ешқашан қол жайып, үміттен күдер үзуге болмайтынын ескертеді. Мамандар мұндай жағдайда жатақтың жетегіне кеткенді кері қайтара алатындардың бірі ең жақын адамдары екенін айтады. Демек, үмітсіз шайтан ғана. Бір адаммен кейбірде біз 4 сағатқа дейін отырамыз. Бір адамның өзімен. Жамағатпен кейде сағат кешкісін шам намазына сағат 5, 6, 7-де басталатын болса, 10-11-ге дейін отырасың. Уағыз айтасың, оның сұрақтарына жауап бересің. Олардың барлығы сенің айтқан сөзің бәрін мойындай бермейді ол. Ол бір хадис айтсаң, ол хадис айтады. Сен аят айтсаң, ол аят айтады. Осында еңбектің арқасында дәстүрлі дінді ұстанатын бауырларымыздың қатары көбейіп, мешітке келушілердің қарасы молайды. Сотталып кетіп, жазасын өтеп жатқандарды да далаға тастаған имам жоқ. Еш жалақы алмай-ақ түрмеге барып, сол азаматтармен жолығады, әңгімелеседі, ақылдарын айтады. Мысалы үшін Алматы қаласында 5 сондай орында имамдарымыз барып, аптасына 1 рет 2 рет жұмыс жасайды. Олармен де сөйлесе келген кезде, олардың да жалпы кезінде имамдарды тыңдамағандығының арқасында қателесіп кеткендігін мойындап, имамдарымыздың өзі білінбей екендігін қазір көзіне жеткеннен кейін ғана ол дұрыс жолға келіп жатқандықтары да бар. Сондықтан біз түрмеге қамап, оларды соттап құрту емес мәселе. Біз қазір ақпараттандыру және де олардың сауатын ашу арқылы өзіміздің бауырларымызды қатарымызға қосып, бір жақсы жолды көрсету.
Экстремизммен күрес негізгі екі бағытта жүріп жатыр. Біріншісі мектептерде, жоғары оқу орындарда кездесу және мешіттегі сабақтар. Яғни алдын алу, профилактикалық шаралар, жамағатты сауаттандыру. Сауатты адам көрінгеннің жетегіне ермейді. Екіншісі адасқандарды ханафи мазхабына, дәстүрлі ұстанымға қайтару. Имамдардың айтуынша түзету мекемелерінде жазасын өтеп жатқандарды қайтаруға мүмкіндік бар. Өйткені олар тыңдауға мәжбүр. Басында енді қиын ашылмайды, басында сөзге келмейді, бірақ уақыт өте келе тұрақты түрде барып жүргеннен кейін, сіздің айтып жатқан аятыңызды естігеннен кейін, хадисті естігеннен кейін, сіздің ауадан алып жатпағаныңызды көргеннен кейін ашыла бастайды. Ондай жағдайды мен Оралда көрдім, тағы да басқа жерлерде де көрдім. Ол жерде де Құдайға шүкір, жалпы осындай экстремизммен күресудің нәтижелері жақсы болып жатыр. 96 имамымыз бар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты. Бұлар тек жұмысы түрмеде отырған, әлгі экстремизммен, немесе терроризммен сотталып абақтыға жабылған адамдармен тікелей жұмыс істеу. Біздің дерек бойынша қазіргі таңда 186 адам бас тартқан. Өзінің бұрынғы радикалды көзқарасынан, немесе бұрынғы көзқарасынан бас тартып сәл жұмсарған деген секілді бірнеше саты болатын іс. Бір күнде шешіле қоятын мәселе емес. Ал ортамызда жүре тұра жатағынға адасы бергендер өздерінің адасып, немесе адаспай жүргендігін білу үшін имамдар мен ұстаздарға келе бермейді. Басқаларды тыңдама, олар сені адастырады, олардың айтып жатқаны сенің жүрегіңе күмән болып кіріп, жүрегіңді бұзады деп, осындай оларға былайша айтқанда сондай шаблондармен қатаң тыйым салып тастайды. Сол үшін де ол сенің алдыңа келерден алдын, мен қазір бұнымен сөйлесетін болсам, мені адастырады, менің ақиқаттағы ұстанымымды бұл бұзады, күмән келтіреді деп, осылайша сізбен сөйлесуге олар ашыла қоймайды. Бізде жалпы шариғатта таассуб деген бір ұғым бар. Таассуб деген сөз белгілі бір пікірмен шектелу, басқалардың пікірін мойындамау. Өзін тыңдап жүрген, өзі уағызына ден қойып жүрген адамның уағызына имандай сену, басқалармен есептеспеу, өзіне қарсы келгендердің барлығын адасқан деп, немесе күпірлікпен айыптау, осының барлығы туындайды. Мұндай жайт тарихта да болған. Оларды харижит деп атаған. Шариғатты дұрыс түсінбей, сахабаларға қарсы көтерілгендер, тіпті майданға шығып соғысып, жорық ұйымдастырғандар. Өз беттерінше оқып, өздерінше үкім шығаратындар. Өтірікші бір сөзді айта өз сөзіне шындай сене бастайды деген қазақ. Ауру батпандап кіріп, мысқалдап шығады. Ал жатағым ауру емес, дерт, идеологиялық дерт, көзқарастар қайшылығы. Жылдар бойы тыңдағанын жүрегіне орнықтырған адамды бір күнде ұйыта алмайсыз. Кесіп тастай салатын соқыр шекті емес. Көбі 18 бен 35 жас аралығындағылар. Ақылға тоқтағанша кейде бір апта, кейде 2-3 ай кетеді. Кейбіреуіне жыл жұмсау керек. Екі жақтың көзқарасы, ұстанымы, ойы бір жерден шығу үшін уақыт қажет. Біздің мұсылманшылық дәстүрде ұстаз бен шәкірттің үлкен қатынасы бар. Ұстаздың шәкіртке берері мол. Мәселен, біздің ғұламаларымыз ұстаздарды екі топқа бөлген. Біреуі тәлім және тәрбие беретін ұстаздар, кейін тек тәлім беретіндер. Тәлім беретін деп меңзеп отқанымыз, бұл білім тек қана білім ғана беретін ұстаздар. Біздің жалпы ислам шариғатында, ислам тарихында әлгі тәрбие мен тәлімді алып жүретін ұстаздар өте ерекше бағаланған. Екеуін тең ұстап жүретіндер. Ал мынау қазіргі жатағымға түскендердің басым көпшілігі ұстаздың алдын көрмегендер. Ұстаз бен имамды ғана тыңдау керек. Яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекіткен имамдар мен Нұр Мүбәрак университеті және медреселеріміздегі ұстаздардың алдын көру керек. Мемлекеттің ресми өкілінен ресми мәлімет алсаңыз, адаспайсыз. Қажылыққа барамын деп адасып келетіндерде баршылық. Өйткені 10 күн бойы сондағы мешітте уағыз тыңдап құлшылық етеді. Оны ятикаф дейді. Енді сол жаққа Қазақстаннан барып жатқан азаматтарымыз көп. Осы жылы мен өзім бардым, барғанда
жалпы ұстаздардың ол жақта Рамазанда болуының маңыздылығын түсіндім. Неге? Өйткені басқа жерлерде сол басқа жат ағымда уағыздап жүрген уағызшылар да иатикафта отырады екен. Енді біздің ұстаздарымыз болмағаннан кейін өзіміздің діни басқарманың жамағат уағыз тыңдау үшін әлгі жат ағымның уағызшыларына барады. Кейін олардан кейбір мәселелерді естиді, өзінің естіп жүргеніне қарама қайшы келеді. Одан кейін келіп бізден сұрады сол мәселелерді. Әлі егер сол жерде ұстаз болмайтын болса сұрайтын. Онда сол 10 күннің ішінде арғы жаққа өтіп кетуі мүмкін. Демек, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қажылықты қатты қадағаламаса болмайды. Себебі сенгіш қазақ қажылыққа барып келген азаматтарымыздың айтқанын ойып тыңдап, имандай сенетіні бар. Ал араб елдерінде оқып келген азаматтардың кейбірі ойын арабша мақаммен жеткізіп жатады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Нұр Мүбәрак университеті қазір мұны да қолға алыпты. Ойын қазақы қалпында қалай жеткізу, тыңдаушыны қалай баурау, тағы да басқа мәселелер бойынша тренингтер өткізілетін болған. Араб мемлекетінде оқып келеді балалар, әйтпесе үшін арабтардан сабақ алады, оған әсерленеді. Ал бірақ оны реттеу үшін жаңағындай әзіргі уақытта Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы соны біліп тренингтер өткізіп жатыр. Жаңағы хұтпаны қалай ету керек. Хұтпаның өзі жөні бар, реті бар. Оны қалай керек? Оның бәрі ішіндегі аяттардың бәрі айтылатын хадис, Құранның бәрі арабша болып кету керек па? Жоқ, қаншасы арабша болу керек, қаншасы қазақша болу керек деген мәселеде жаңа тренингтер өткізіліп жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының уағыз насихат бөлімінде екі үлкен топ бар: рант және жант. Республикалық ақпараттық насихат тобы. Онда елімізге танымал теологтар, дінтанушылар, уағызшылар жұмыс істеуде. Ал жант, яғни әр облыста құралған жергілікті ақпараттық насихат тобы 2016 жылы 1,5 миллион адамды қамтыған жұмыс атқарған, яки жұмыс кешенді түрде жүріп жатыр. 2,5 мың мешітіміз бар. Қазірдің өзінде 3 мыңға жуық имам, наиб имам керек. Бәрін қамтамасыз ету үшін кем дегенде 10 шақты жыл қажет. Нұр Мүбәрак университетін жылына 120 бала тәмамдайды. Бәрі болмаса да 80% мамандығы бойынша жұмыс істейді. Алды облыстарда өкіл имам, 8 медресеміз тағы бар. Бакалавр, магистратура, докторантураны оқытып, теолог маман дайындап шығаратын Нұр Мүбәрак университетінің құрылғанына 15 жыл. 75 жыл тарихы бар Қазақ ұлттық университеті деңгейіне жету үшін сол оқу орны өткен кезеңдердің бәрінен өтіп шығуы керек. Демек, жалпылай алғанда діни сауатымыз кәмелетке толмаған баланың деңгейіндей ғана. Көш жүре түзеледі. Зияткер имам тұжырымдамасы жұмысы тоқтамаса, қазақ елінде зиялы имамдардың көбейіп, қараша жұрттың діни сауаты ашылып, кер тартпа, кер ағымдардың арыны бәсеңсейтін заман да алыс емес. ...2017 жылдың көктемінде президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдерімен кездесті. Мемлекет басшысы Қазақстан мұсылмандары дәстүрлі түрде ханафи мазхабын ұстанатынын, исламның осы бағытының негізін түсіндіруге машықтанған мамандар даярлау қажеттігін атап өтті. Бізге осы салада жұмыс істейтін имамдар мен мамандардың білім деңгейін арттыру жайын ойластыру қажет. Оқыған имам ғана дұрыс білім бере алады. Ол өз дінін терең танып, өзге діндердің ерекшеліктерін зерттеп, басқа да білімдерді игерген адам болуы тиіс. Имамдар шешендік өнерді, адам психологиясын меңгерген идеологтарға айналуы керек деді елбасы.